Ел жаңалығы, дін қызмет туралы заң жобасынан міндетті екпе алу туралы норма алып тасталды. Бұл туралы бүгін аталған заң жобасын талқылауға арналған жиында құзырлы министрлік өкілдері хабарлады. Заң жобасы о баста әзірленгенде азаматтарды екпе алуға міндеттеу туралы норма кіргізілген болатын. Тіпті екпе алудан бас тартқан азаматтарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу да ұсынылған. Алайда бұл бап талқылау кезінде алып тасталған. Арнайы сауалнамаға қатысқандардың 45%-і жеке себептерге байланысты екпеден бас тартса, 40%-дан астамы діни көзқарастарына байланысты екпе алғысы келмейді. Діни көзқарасқа байланысты екпеден бас тартатындар әсіресе еліміздің батыс өңірінде көп екен. Дегенмен бұл дін қызметі туралы заңмен болмаса да, өзге де құқықтық құжаттармен алдағы уақытта реттелетін болады. Оны қоғамдық талқылауға салдық. Осы саладағы азаматтарымыздың, сарапшыларымыздың, мамандарымыздың пікірлерін тыңдадық. Сол талқылаудың нәтижесі қазіргі кезде біздің қоғамның бұл екпені міндеттеу әзірге ерте екенін көрсетті, оған халықтың дайын емес екенін көрсетті. Қоғамның сондықтан біз оны алып тастадық.